Ми көп энергияны тұтынатын және барлық калорияның шамамен 20%-ын пайдаланатын орган. Сондықтан күні бойы жақсы жұмыс істеу үшін оған көп пайдалы тағам қажет. Хей, бәріңізге сәлем, сіздермен бірге керек бұл арнасы. Сіздер бұл арнадан қажетті де керекті ақпараттарды ала аласыздар. Сол үшін қолдап тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Мидың жұмысын қалыптастырып тұру және есте сақтау қабілетін нығайту үшін дұрыс тамақтану керек. Өйткені күнделікті ішіп жейтініміз миға айтарлықтай әсер етеді. Ол пайдалы тағамдарды атап өтсек, бұл тағамдардың ішінде омега-3 бар және майлы балық, В12 жұмыртқасы және қызыл ет және йогурт. В дәрумендерінің көзі ретінде тұтас дәндер. Е дәрумені бар грек жаңғағы және жер жаңғағы және бадам бар. Мидың жұмысын жақсартатын көкөніс пен дәмдеуіштерді де атап өтейік. Олардың қатарында томат, брокколи, алма, қара жидек, банан, тимьян, лимон, авокадо, куркума, таршын және зімбір бар. Сіздер бұл көкөніс пен жемістерді күнде жеп тұрсаңыздар, сіздердің ми жасушаларыңыз 100% жұмыс істейтініне кәміл сенімдімін. Достар, осымен видео аяқталды. Егер видео сіздерге ұнап немесе көмегін тигізсе, видеоны бағалап коммент жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.